Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы бірлік пен бейбітшілік біздің ортақ мүддеміз деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру, мәтін және мәтін үзінділері деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу. Оқушылар, сабағымызға ой түрткі жасау мақсатында Бауыржан Момышұлы туралы білетін мәліметтеріңді еске түсіре отырыңыздар. Жарайсыңдар оқушылар, Бауыржан Момышұлы туралы деректерді еске түсірді деген ойдамын. Сабағымызды әрі қарай Бауыржан Момышұлы туралы қызықты деректермен жалғастыра отырайық. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсан күні дүниеге келген. Қыстың әбден қаһарына мініп тұрған шағында өмірге келуі оның өміріне де аса ықпалы болған. Содан болар, қарапайым өмірде сабырлы, ал майдан алаңында аса қатал болған деседі. Бауыржан Момышұлының бала кезде шаң тимес деген лақап аты болған. Бұл жайлы біреу білсе, біреу білмес. Елге ержүрек жауынгер ретінде танылған азамат өз еңбек жолын ұстаздықтан бастаған. Ол 1928-1930 жылдар аралығында бастауыш мектепте сабақ берген. Момышұлы табиғатынан жаңа дүниені тез үйренгіш, әрі жылдам игергіш болған. Әр түрлі салаға тез бейімделгіш қабілетінің арқасында ол Шымкент өнеркәсіп банкінің экономисі болып та жұмыс істеген. Қаржылық сауаты қазақ батыры әскери саланы тастамай-ақ қатар алып жүрген. Соғысқа дейінгі кезеңде ол әскерде талай адамды өз өнерімен тәнті еткен. Ат үстінде қылышпен ойын көрсетудің шебері болған. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысына генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизияның құрамында 1941 жылдың қыркүйегінен бастап қатысқан. Даңқты қолбасшы Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа қатысқан. 1945 жылдың 16 қаңтарында Алматыға келген Бауыржанды Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев, тағы да басқа ғалымдар соғыс туралы әңгіме дәріс өткізуге шақыртып, кездесу ұйымдастырады. Осы дәрістің мазмұны «Соғыс психология» деген атпен кітап болып басылып шықты. Талай адамның өмірін қиған соғыста дивизия басқарған екі қазақ қана болған. Бірі Бауыржан Момышұлы болса, екіншісі Әбілқайыр Баймолдин. Соғыстан кейінгі 1950-1955 жылдары Бауыржан Момышұлы полковник шенімен Кеңес әскери академиясында сабақ берді. Кеңес одағының генералдары өз алдында дәріс оқыған асқан шешен, тапқыр полковниктің кәсібилігін бірден мойындаған. Бауыржан Момышұлы әйгілі қазақ ақыны Мағжан Жұмабаевты өз көзімен көргенін айтты. Оқушылар, мәтінді менімен бірге ілесе оқи отырып, мәтіннің негізгі ойын бірге анықтап көрейік. Кез келген елдің тілегі де, арманы да халқының бейбітшілігі мен бірлігін сақтау екені сөзсіз. Өйткені бейбіт өмір, бақыт, береке, бірлік әкелумен қатар болашаққа өрлеу мен өркендеуге жол ашады. Дана халқымыз, байлық байлық емес, бірлік байлық деп бекер айтпаса керек. Бұқара халық әрдайым тыныштықта, мәңгілік бейбіт өмір сүруді армандайды. Ал ұрпағының амандығы, келешегінің кемелдігін білдіреді. Өткен тарихқа көз салсақ, адамзат небір сұрапыл соғыстардан көз ашпады. Қаншама елдер соғыс зардабынан құлдырап, азып тозды. Талай жазықсыз жандар сол зұлматтың зардабын шекті. Мұның барлығы бейбітшілік кеткен жерді берекесіздік жайлайтындығын тайға таңба басқандай етіп анық көрсетуде.
бірлікті сақтау, соғыс отын тұтатпау, бейбітшілік үшін күрес қазіргі 21 ғасырдың да ең өзекті мәселелерінің бірі деп айтуға болады. Сауатты да саналы, парасатты елдің ұрпағы өткеніне көз жіберіп, ата-бабаның жолынан сабақ алары ақиқат. Сонысымен де тарихын бағамдап, келешегін кемелдей түседі. Біз де өткенімізге үңіле қарайықшы. Қазақ халқы да тағдырдың талай қатал сынын басынан кешті. Салдарынан жер бетінде, ұлт ретінде жойылып кету қаупі әлсін қайталанды. Соғыстар, көтерілістер, онан қалды ашаршылық. Мұның барлығы халықтың қырылып, азып тозуына әкеп соқты. Әйтсе де, мың өліп, мың тірілген бабаларымыз бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруының нәтижесінде бүгінгі бейбіт аспанға қол жеткізді. Қай ұлт, қай ел болмасын бейбітшілікті, бірлікті, ашық аспан мен бақытты, терезесі тең, керегесі кең елдер қатарында болуды аңсайды. Өйткені татулық пен келісім, бейбітшілік пен тұрақтылық бар елді бақыт өзі іздеп келеді. Халқының қамын ойлаған Әлихан Бөкейханов: қазақ баласы бірігіп, тізе қосып іс қылса, халықтық мақсат сонда орындалады. Бостандыққа апаратын жалғыз жол ұлттық ынтымақ қана деп, ынтымақ бірлікке үндеген. Ал ынтымақ бірлікке апаратын жол халықтың өзара тату болуы. Дана халқымыз татулық табылмас бақыт, жолдасы көптің олжасы көп деп тектен текке айтпаса керек. Хакім Абай атамыз татулықтан артық жолдас жоқ деген. Бейбітшілікте, есендікте өмір сүруге ұмтылу қазақ халқының қанына сіңген асыл қасиеттерінің бірі екені сөзсіз. Оқушылар берілген үзіндіні оқи отырып, тыныс белгісін қоюды ұсынамын. Жарайсыңдар оқушылар, дұрыс қойды деген ойдамын. Дұрыс ақпаратты бірге тексеріп көрейік. Пікір талас сәтті өту үшін тақырып жөніндегі біліммен қоса пікір талас өткізудің негізгі қағидаларын, пікір талас мәдениетін жетік меңгеру қажет. Атап айтқанда, пікір таласқа дайындық қажет. Тақырыпты зерттеп, іздену керек. Пікір талас майданына шығатын адамның өрт сөзді, семсер тілді, сабырлы да салқын қанды болғаны дұрыс. Пікір таласта қарсыластың жеке басының мінін қазбалаған әбестік болып саналады. Оны сабырлықпен тыңдай білген жөн. Оған дөрекі жауап беруге, күлкі етуге, ұрыс керіске баруға болмайды. Қарсылас пікірінің дұрыс бұрыстығын саралай білу керек. Тура сөзге тоқтау, салғыласпау, ашуға ерік бермеу қажет. Ортақ мүдде мен әділ шешімді мойындай білетін батылдық болу шарт. Оқушылар бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтауды, мәтін және мәтін үзінділері деңгейінде тыныс белгілерді қолдана білуді, пікір талас туралы ұғым қалыптастырдық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.